Sen söylediysen de sana orada olmalı. Şemşinin kaldırgan burası bizge деген. Әннің патшасы қазақ вальсінің королі Шәмші қалдай өмірінде атақ болып дүние жинамаған адам ғой. Қарапайым баяғыда пәтер жалдап тұрады екен Алматыда. Екі дос қана жалдап болып келіп, артық көрпеше шығып қойды. Қабырғада іліп тұрады, политический карта деген болады білетін болсаңыздар. Сол төсеп жеріп үстіне адем өт жамылып жаттар деп. Күздің күні жаңағы пластик терезе деген жоқ қой бізде. Ойбай Шәмші тұр бір нәрсе жаурап жатыр деп қоймапты. Болмағаннан кейін Шәмшіде ерінбей тұрып, светті жағып, ана досына айтып аржақ жатса, дәл аттап деген үстіне жатырмыз, әрине жаурайсың деп. Сөйткен Шәмшінің әндері қосылып, шырқап, ұрғапла.
билеп, енді мына жерде астан кейін шай болып жатыр екен. Мына шайды тәтті тортпен ішіп отырыңыздар. Мына торттан дәмді пирожныйлардан астан дәмден алып отырыңыздар. Бізде рұқсат болса жақсы сұрақ деген жалғастырайық. Келесідегі осыларынікі Ертай ағамыз, Зухра, Злиха, Ирамгүл және де Оржан, Түймебек, Алмагүл, Раушан бастаған кластастар ортаға келсеңіздер, той құтты болсын деп мына бүгін керемет кеште атты өздеріңізден болсын. Мінекей Ертай ағамыз және де Зухра, Злиха, Ирамгүл, Оржан, Түймебек, Алмагүл, Раушан бастаған қанеге келіңіздер. Коридорда жүрген жалғыз оқушыны көріп қалып мұғалімдер мен бәлешей сыртқа шықпеш қар жауып тұр ма екен деп жаңағы фамилиясынан қар жауып тұр ма деп көріп кел десе ана деп айтады дейді. Абай сыртта қарда жауып тұрған жоқ, жаңбырда жауып тұрған жоқ деді. Мен дегенмен де сондай бір қалай қызықты балалық кезеңді осы жерде мінекей бір еске алып, бір керемет балалық шаққа мектеп кезге бір саяхат болсын, мереке құтты болсын. Рахмет. Ал класстас, жолдас, қаншар, достар, ұлдар, амансыңдар. Кешелері жақсы қойды. Біріміз көріп қауышып, көңілімізді айтып, жақсылығымызды айтып, қуанамыз. Бүгін мінекей үлкен жастарында баспана отырмыз. Өте жақсы. Бәріге жақсылық, ұзақ өмір, отбасыларыңа амандық, бала-шаға немере шөбере шөпшек сүйіңіздер. Бәріне бақ береке келсін. Ортамыз көбейсін ұрпақтар. Бәріміз жастарымыз, Алланың жасы дер 90 жүзгеніміздер. Осындай дастарханда дарға келсе керек. Жақсылық болсын. Өзümüz söyleyip özümüz sorabilirim. Kızlar bir var, kızlar bir kararlar. Yok kocalar öyle şey olur, bir var sindirge. Mına 20 жылдық мерекеміз құтты болсын. 2 күннен бері тойлап жатырмыз. Қуаныштымыз өте. Денсаулықтарың мықты болсын. Ең главный денсаулық қой, денсаулық болса бәрі болады. Мына өсіріп отқан ұл қыздарың, немерелерің, қызықшылықтарын көре беріңдер. Құда қаласа немереден шөбере сүйіңдер, шөберенің қолынан май жалғаңдар, құда қаласа. Бәрімізге осы той жұмысты болсын, бәрін осындай гүл жайлап, ел ұлтқа жайнап жүре беріңдер. 50 жыл, 60 жыл болсын, 70 жыл болсын әйтеуір кездесе берейік. Той қаласын. Қазанар екен. Қазанар бізді құрметтеп келгеніңізге мың алғыс. Арамызда өсіп жүре беріңіз, сізді көріп бізді жасап жүре береміз ғой, құда қаласа. Бала-шағаның рахатын көріңіз, 100 жасаңыз құда қаласа. Немере шөберелерің қызықшылығын көріп жүре беріңіз. Рахмет. Қалай көбіміз көпке жетті. Спорттан қалай қазақ қорғап, бокстан қаншама тәрбиеледіңіз. Бір кандидат мастер, бірінші дәрежені мастерге дейін көтерілді. Сізді ұмытпаймыз. Қаншама директор болдыңыз. Халыққа бедерлі қызымыз біздің ұстаз болып қызмет еттіңіз. Рахмет. Құрметті қыздар, балалар, тойларыңыз құтты болсын, дентеріңіз сау болсын, мына 50 жылдықтарыңыз құтты болсын. Енді 100-ге келгенше осылай басымыз қосып, тойлап жүре берейік. Бала-шаға ортасында, бала-шағаларың аман болсын, дентерің сау болсын. Қазанар сіздің келгеніңізге көп рахмет. Сол шақ қойыңыздар.
Құрметті болашақ басшылық сыныптастары, 7 жылдық кездесу тойларыңыз құтты болсын. Өмір қандай көңілді, осы өмірде болашақ достықтары үшін көңілді. Естімей жатыр ма? Қазан ағай, сіз біз мектепті бітіретін кезде жарым жас кейіннен қойсын апай екеуміз сіздерге қарап сүйсініп қызығып сөйтетін едік. Сізге көп рахмет. Деніңіз сау болсын, мына бізде егер ескеріп келгеніңізге. Бұл да бір ғанибет дейді ғой. Мына менің кластастарым, қыздар, балалар, дендерің сау болсын. Әрқашанда осындай yüzümüzde күлкі кетпесін, жаңа бала шағамызды адам көреміз, аспанымыз ашық, қарнымыз тоқайымыз жоқ, осындай жан-жақта болып жатқан алыпат жамандар бізден сақтасын Алла. Барлықтарыңыздың жанұяңызға бақыт береке тілеп, Рахмет айтқандарыңыз келсін, көңілдеріңіз, өмірлеріңіз жайда берсін, бастарыңыз тарқамасын, әрғазатын шағында той болсын. Дегенменде әуел алда елдің бата тілегі ғой, мектеп қабырғасындағы ұстаздардың берері болыпты, ата-анамыздан кейін осы ұстаздарымызды өздеріңіздің арқаларыңыз. Бізді де бір мезап дүлдемекпен өздеріңіз. Қанша ата-анамыз аяға жетсе де, соларға бәрінше санының баласын таштарының жері оқала береміз ғой. Асан әлі әшім атамыз бір тұрғанда семейге барыпты. Қонақ күтіп алады ресторанда семейдің жігіттері. Сөйтіп бір жас бала кіріп келіп төрде тұрған Асан әлі әшімді көріп, жүгіріп келіп қол беріп амандасады ғой. Асан әлі ассалаумағалейкум деп. Сөйтіп мен сізге қарап, кім мына бала, қайдан жүр? Бақ және қарай. Сөйтіп әлі ренжіп кетті. Мен сізді Асан әлі әшімді десем, екі және көзбеліп түпкі кәйіпті. Осы әртүрлі баршаңызға рахмет. Тойлықты болсын, мереке болсын. Сіздер үшін отадағы керемет.
бүгінгі қуанышта қызыл көйлегін киіп қызылға қатысы бар көйлек киіп келген барша аналарды құрметіне қызыл көйлек деген әнді тарту етеміз. Кәнекей қабылдаңыздар.
Кудаса класстастарға, сыныптастарға тілек айтып ойын соғуқу ойнайтын күн, бүгін ағайын шалқитын күн, жұмаресі шартықтың аңқитын күн, ортада бейбілер өлің айтып, жүректен қорғасындай балқитын күн деп қосылды бүгін міне әдемі ерекше күнде. Бүгін міне қадырғыдай құрметті класстастар, сыныптастар, осы әдемі кешімізді ұйымдастырушы алқасы тойымыздың төрінде Ерғали көкеміз бастап келіп отырған орынша аналарымыз бастаған керім қандай ағаларымызды Шарипа, Гүлзарадай кәнекей барша класстастар ортаға той төрінде билерге дейші кәнекей Шарипа, Гүлзара, Ерғали орынша керім қандай ағалар келіңіз. Оның арасында бір сұлқарымызда бір қосылып қойып, айналайын ерекең үндемей тұр екен, ерекең ірі жігіттердің бірі екен, ерекең класстастардың ішіндегі нағыз гүлімен деп тұр қосылып қойып ерекеңге. Құрметті класстастарым, құрметті қонақтарым, қалай келіп біздің ортамызға келіп, біздің төремізге келіп, қалған сізбен таныспай қойды. Бізге сабақ беріп, бізді тәрбиелеген ағалар кейінгі болғанды көп қой. Сондықтан ортамызда тұрғанды көп рахмет. Ал құрбылар, мына еліміз құтты болсын. Дендеріңіз сау болсын. Әруақытта қуаныштың бақыттың берекесінде болыңдар. Кешеден бері айтылған біреу естімесеңдер, марқұм қалдықпен төрт ұлдар қыз, Гүлзарадан бір ұлым бар. Ол бүгін кеше соңғы оларға болды, ол биыл жас түлек. Олардың немере емшілері соғылды. Әр уақытта шарықтарыңдар бақыт болсын, береке болсын, Алматы қаласында тұрамыз. Әрі бері өткендерің болса, көкпардан аймақта болсаңдар, енді бәрі тарих түлесінде бір 80% дайын. Міне ағынан барып сұрасаңдар, сондықтан ортамызға кесіліп, қосылып отырғандарына, осындай қуанышты бөлісіп отырғандарыңызға көптен көп рахмет. Мынау отырған жеріміз бар, кісілеріміз бар, әр уақытта әр шаңырақта бақыт болсын, береке болсын, аманшылық болсын, той болсын, кешілер қыздарға ұсыныстар бар, балаларға ұсыныстар бар, осыны тоқтап қалмай, қуанышымызға қарай, тіршілігімізді атқарай, күндердің осында жылдары жолықтыра, ол мәселе әртүрлі өз орнымызда болады ғой деп. Кешегі айттым, бүгін таң айтамын, тамыз айының 27-сі күні класстастарым марқұм Қалдыкөлдің 20 жылдық асына шақырамын. Онша. Ayşe şöyle,
уақыт келгенде осы келістіріп отбасылармен той болсын, жақсылық болсын, қуанышқа келеміз, денелеріңізден аспанымыз ашық болсын, елдеріңіз сау болсын, басымызға сабақ, басымызға арқасында Қазақстанымызды еліне келіп сөйтіп, байқуат елге иман өрсін. Yanlarında otuzlarınız çoğalmaz. Her vakti basit olsun, başka kellerimizdir. Әрекеті мұндағылар берер қанарыңыз келсін. Квадаға келсеңізші. Квадаға. Әлем мына әрмен қалай амалар келер келіңіздер. Иә. Ona 20 жылымыз болып жатыр, кешеден бері керемет болып жатыр, 20 жылымыз. Бір-бірімізді 30 жылдан бері көріп жатырмыз, біріміз танып қалмай, қуанып жатырмыз, бәріміз қауышып жатырмыз. Мыңдаған рахмет. Осыны ұйымдастырған Мерғали досыма, онша Нұрбакран, Барлықтарына мыңдаған рахмет, ұйымдастырып біздің басымызды қосып жатқанына мыңдаған рахмет. Үйлерінде той болсын, дастарханымыз кәдедегі әрқашанымыз жайда берсін. Қалжан ағай дегеніңізге мыңдаған рахмет, Қалжан ағай. Мен Сүлейменовтерімді танисыз ғой сіз? Төлепбек ағамды, Елордағы Төреханымды танисыз ғой, Қалжан ағай? Әкімшілікте жүрген. Иә, солардың арқасында жүргеніміз ғой. Мыңдаған рахмет, Қалжан ағай, біздің ортамызға келіп бөлісіп жатқаныңызға мыңдаған рахмет. Ne olayımız? Artıklarımız uyumda kıvanç olsun, kutay olsun, ninelerimiz çok olsun, şömerimiz çok olsun. Ninin bir sonra uzunlar, benim yaptık, benim Çakışımız direnlerine 23 ninelerim var. Osman çok olsun, ninelerimiz, nineleri şöyle, öğrenimizde koptular etsin, aman bulayım. İşte annemizin baskı olsa her aşağıda şöyle amanlık, klastikler aman bulayım. Mына құрылықтастар ағай, мына бүгінгі 20 жылдық мерейтойымыз құтты болсын. Бағана осы бірінші мен 26 кісімді ағайдар әшейін бар. Ойлау, мына жер біз кіміз ғой десе, ағай, біз сендер кіміз, біз кіміз? Басқар жаққа берген, осы жерде жаққа берген дейді, жұмағын айтады. Жоқ деп, сол бірақ ағай, өзі шыдай бермеген, әшейін барды да, ой, мен қандай ағай дейсіз ғой. Бізге әкесізден берген ағай. Рахмет ағай, бізге құрмас болсында, тойда бөлісіп отқан құлшылығымызды. Өте рахмет ағай. Мектепте жүрген ағайға өте қызғанымыз. Қойсабай қаласында кейде бірге келеді да сабаққа. Жаңағы подружка болып келіп қалсын, қызғып кетесің, ағайға. Ағай әдемек сөйлі. Деніңіз сау болсын ағай. Жүре беріңіз біздің ағамызда өстіп. Әлі бізбен кездесе беріңіз бұдан кейінге. Ертеңді ма? Ойбол, қалмақса. Мен 4 қыз, 2 ұлым бар. 3 қызым Астанада тұрады. Біреуі мынау университетін бітірген, Сейтбетовтың. Сөйтіп Астанада Айман Мұхатжаева колледжде завуч болып істейді. Одан кейін сол өнердегі мектеп ашылып Астанада шығамын. Содан логопед болып істейді. Ең кішкентайым сояқта ол банковский дело бітірген, бірақ балдар пайда болып істей алмай жатыр. Ең үлкен қызым өзінің қасында жаугерде.
kitapxonachi. Odan keyin babam Almatada Alashag'asini ushlab yuribdi. O kızımızın yanlarına karab, yerimizde dayına, şömümüzü şavuk biletlerdeyiz. Yetişte kız getiriyor. Böyle sulardan çıkmadan yemeğimizle, öşürülerimizle kolaylaşıyor. Allah'ın verdiğine. Ellerimiz sağ olsun, geç olunca çocukları büyütürümüzü kurmayalım, cürelerimiz gelin. Yani ben de koyup yine şömümüzü koyuyoruz. Al buraya getiririz. Rahmet öyle. Tarih hayal günü. Kalçalar Bey, sizge rahmetini aytışıp bildirişmişler. Meni şahım mektepte emas bir zavod suyibdig'im, may o'qib жүрgandig'im. Kalçalar Bey şahım muayyin bo'ldi, ustoz bo'ldi. Rahmet sizga, ming rahmet. Sizning yo'lingizda bersin inshaalloh. Men sog' bo'lsin, qat'iymay juraveramiz. Ammo yeni suhbatdan ellerimiz sağ olsun, aman sen cürelerimiz derim. Yani ben rahmet etmekten bugün ayçılayım. Sen olmama sormaşın bayım sürekli ben işte atılalım da yerimiz sağ ol değerli. Nelerimiz var, şöyle geliriz, tercih ederiz yani kalası. Abaylar, ailelerden de yeni çocuklar kutlu olsun. Baktı olmuşlar, iyi şükür konusu tek ona baktıyız. Енді 10 жылдан кейін 60 жылдықта тойлайтын болыңыздар, ағай сізді сол тойда көрейік 60 жылдықта. Ал жұбайымның құрдастары мынау бүгінгі тойларыңыз құтты болсын, тойларыңыз тойлауласа берсін, дендеріңіз сау болсын, бала-шаға немере шөбере көріп, той қызықтап жүре беріңіздер. Мынау өмір деген әнді айтып берейін сіздерге. Өте мағынасы тыңдасаңыздар егер. Өзіңді іздеп таппай, өзек таусара. Өмір, мен көрген өмір таза, мезет қаншама. Өмір, қасымда бар тек тұрсара. Мен сені сүйемін, мен сені сүйемін.
Рахмет. Дауысыңыз қандай керемет. Роза Бағланова анамыздың үніндей сан болашақ ән салдыңыз. Қазақтың қызы керемет үніндей деп әнші анамызға қосып қояды. Жасай беріңіз, жасай беріңіз. Ал енді мына ағайындар, жұмыссыздың теңге болмас қалтасында қозының сойылмайтын марқасы да. Бүгінгі әдемі кешіміздің әдемі өтуі ол Орынша әпкеміздің арқасында деп Орынша әпкемізге ұйымдастырушы алқасының төрағасы Қызыларай ансамблінің директоры Орынша Байлауын соғып қояды мінекей. өткізіп жатырмыз қазір. Менің ойымша жаман емес. Мынау біріншіден Қалжан ағай мен Азат ағайдан кешірім сұраймын. Сіздерге 2 сағат күттіріп қойғанымызға. Бізді программамызда жоқ еді. Программамызда жаңағы менің келгенім сразу көшеге келу керек болатын. Бірақ классымыздағы Балқия деген қызымыздың немересі Назарбаев университетіне түскеннен кейін бізді барушыға шақырып қалды 2 ортада. Сол жерден енді өздеріңіз білесіздер, жаңағы әрі-бері классыстар бас қосса білесіз ғой, бірі бастаса екінші тоқтамайды. Сөйтіп кешіп қалып, кешірім сұраймыз сіздерден. Екіншіден, бізге ұлы ұстаздар сабақ берді. Өте керемет. Сол кездегі өте білімді ұстаздар сабақ берді. Кеше сағат 1-ге біз Құран оқыттық. Мешітке барып Құран оқыттық. Сол ағайларды еске алды. Енді сол ағайлардан бізге именно сабақ берген ағайлардан тірі барған, қалған, қазір өмір сүріп жатқан Қалжан ағай сіз екенсіз. Ербалдарға сабақ берген Тынышбай ағай екен. Сол 2 кісіні біз шақырғанбыз. Сізге көп рахмет. Сіздің арқаңызда Азат ағайды көріп қалдық. Азат ағайды да танимыз. Рахмет көп келгендеріңізге, бізді сыйлап. Сіздің көріп біз барып қайтып қалдық, қуанып қалдық қазір. Енді көре салып ағайға, ой ағай, жап-жас жігіт сияқтысыз ғой дедім. Осылай әрдайым осылай жап-жас болып жүріңіз. Енді амандық болса 25 жылдықта, 60 жылдықта кездесе береміз. Сол кездерде нашы болса келіңіздер. Енді біздің мынау ағайға беретін сыйлығымыз бар еді. Сол сыйлықты беруге рұқсат етіңіздер. Клара,
Атаның қызы, үйдің жанындағы Байбай атаның қызы. Қазір Шоғырғада тұрады. Көпірдің жанында, мектептің жанында тұрады. Мектептің жанында тұрады. Өте бізге де қызмет жасады. Рахмет. Ал енді барлықтарыңызға рахмет. Кімді қалаймын? Енді Ерғали мен келіншегім үшеуміз бірге жүрдік қой. Дариға рахмет. Және де сонау алыстан келген сесенмен барлықтарыңызға аттарыңызды атамай-ақ қояйын. Өте барлықтарыңызға рахмет. Біздің кездесуіміз құдасы жақсы өтіп жатыр деп есептеймін. Қазір сағат 6-да Алмагүл Ерғали Алмагүл үйіне қонаққа шақырған. 6-да сол үйге барамыз. Барлығымыз ағай. Қалжан ағай мен Азат ағай бізбен бірге болыңыздар, тағатсақ түрмен ән саламыз, би билейміз, еркімізден тағатқанша билейміз. Енді ертең тағы программамыз бар. Кеше мектепте барды, сағат 1-де кеше мектепте барды, сол қоңырауға подаркамызды берді. Сосын сағат 1-де Құран оқыттық. Кешке неге шайханаға барып, демалдық. Одан кейін кешке Құрманқұл деген қызымыз үйіне шақырды. Құрманқұл тұршы? Құрманқұл тұрсай? Ашсайды. Міне, Махамбетова Құрманқұл. Осы кісінің үйіне кеше қонақта болып, ерекше түнгі әңгімемен қаншада келгенімізді бүгін таңертең Балқия тұршы. Балқия бізді мороженыйға шақырды. Сөйтіп соның кесірінен кешігіп қалдық. Енді бүгін ертеңмен шақырып отыр. Ертең Түркістанды аралаймыз, сағат 11-де мешітке жиналамыз, мешіт бар, керейлі сарайға тағы бір жерлерде суретке түсеміз. Кешке Құрманқұл үйіне шақырып жатыр. Өзінен тұрсайшы? Әдетте шақырып жатыр. Кешке шақырып еді, біз қайтамыз деді. Енді Алматыдан келген 3 күн тойлаватырмыз ғой. 3 күн тойламаған шығар, біз 3 күн тойлаватырмыз. Мен сондықтан барлықтарыңызға рахмет. Әрбір отбасыға, семьяға бақыт, байлық, қуаныш, табыс, осылай әр жылда кездесіп тұрайық. Қазір енді тойлар тобықтай деген бар, кішкентай, әрқайсыңызға сыйлыққа таратсын. Kami juga kaya semua, maka kita kini dia tak boleh. Diusir